сәлеметсіз бе апай? Маған Аю мен Маша деген кітабын беріңізші. Мен 57-ші Елі Көшербаева атындағы орта мектебінің 2-ші Б сынып оқушысы Мырзабаева Шахназ. Ертеде шал мен кемпір болыпты. Олардың Маша деген немересі бар екен. Құрбы қыздары орманға саңырауқұлақ теруге бармақ болып Машаны да шақырады. Орманда жүріп Маша құрбыларына аластап кеткен өзі де байқамай қалды. Әр айқайлайды, бәр айқайлайды. Олар естімейді, жауап қатпады. Жеде андасып кетті. Қалған тойғайдан бірақ шықты. Алдында бір үйшік тұр екен. Есігінен қағып де едім, ешкім ашпады. Маша үйшікке кірді де терезенің алдында үйдің есі түп тұрады. Мұдан кімге тұрады, не ешкім жоқ деп ойлады. Одан үлкен Аю тұратын ол үйшіксіне үйге келді де Маша көріп қуанып кетті. Сен жібермеймін, мені үйімде тұрып піс жағып ботқа пісіріп боласың. Ол Аюмен бірге тұратын болды. Піс жағып ботқа пісіріп үйге шаруасына істеді. Аю оған риза, ал Маша болса атасы мен папасының сағынып Аюдың қашып кетудің амалын ойлады. Айналайын, бәрі орман қай жаққа барады, кімге сауырын біледі, ойлай бара тапты. Бәрі пісіріп оған үлкен светке салып сәлемдесін ауылына әжесі мен атасына апарып беруге Аюдың рұқсат сұрады. Жоқ деді Аю, мен оны өзім апарам. Маша қуанып кетті, оған келуге де сол еді. Свет ашпауына бәлішті. Жиынның Аюға қатты тіледі, тапсырмада шаққаны сол еді. Маша свет ішінде кіріп алды, төбесіне бәлі салғанып табысып қойды. Аю свет арқасына салып жүріп кетті. Жүріп келді, бір уақытта томбырға отырып бәлішті бірінің жеп алмас еді ойлады. Маша болса свет ішіне, мен сені көріп тұрамын, томаға отырым, бәлішті жеміс болма деді. Биік жерге отырып алу бәріне көріп отыр екен деп ойлады да. Сасқан Аю алған бетінше жылдам жүріп кетті. Ауылға жетіп Машаның ата әжесі тұратын үйден тауып қапас қаға бастады. Жаңа жаққа ауылған иттеріне Аю келген білім абылан ере жөнелді. Қорқып кеткен Аю свет қапқан алдында қойып салды да алдында артына қарамай орманға қашып жөнелді. Қақпаның сыртына шыққан әжесі мен атасы светті көріп қуанып кетті. Атасы свет ашып қараса, ішінде Маша отыр аман есен. Қуанып, ата әжесі Машаны құшақтап бетін сүйеп, жарайсың ақылдың деді. Мені тыңдарыңыздарға рахмет.